бүгінгі 73 жастағы әкеміздің тағдыры туралы мәселені талқылағымыз келіп отыр. Құрметті көрермендер, ағамыздың өзінің еңбегімен салынған баспанасы бар. Сол баспанасын өзінің туған ұлдары, бұл кісі бөлек кеткеннен кейін, өзінің баспанасын сатып жіберіп отыр. Бірақ бұл кісі бейхабар. Ал үй осы кісінің атында болған. Осы кісілер үйді сатылғаннан кейін бір 5 жылдан кейін ба заңгер жалдадыңыздар? Сол 5 жыл ма? 5 жылдан кейін біліп, қай уақытта білдіңіздер үйдің сатылғанын? Ол жаңағы кемпір білді. Сатылғанын біліп, сіздер заңгер жалдадыңыз. Қанша уақыт, жыл уақыт? 2004 октябрь. 2023 жылы октябрь айында. 5 жыл өтті ма? Сонда 5 жыл өтті. 5 жыл өткеннен кейін білдіңіздер үйдің сатылғанын. 5 жыл өткеннен кейін үйдің сатылғанын біліп, бұл кісілер заңгер жалдаған, бірақ заңгер кісі бұл кісілердің қатысуынсыз сотқа қатысып, балаларымен келісімге келіп, істі жауып тастаған. Ал енді балаларына келетін болсақ, балалары бұл кісінің өзінің маңдай терімен салынған үйін сатып жіберіп, бұл кісіге хабар бермеген. Және бұл кісіге ешқандай үлесін бермеген. Бұл кісі сол үйсіз қалып, квартирада қаңғып жүрген. Балалары соны біле тұра, өздері екі баласы үйді сатып, өздеріне бір баспана алып алған, дұрыс па? Дұрыс. Ендігі сіздің мәселеңіз балаларға жаңағы үйдің. Сол менің долямды берсін, маған қанша доля тиісті болады, соны маған берсін. Сіз толық ақшаны қайтарғыңыз келеді ме, әлде сіздің өзіңіздің маңдай теріңізден салған еңбегіңіздің ақысын алғыңыз келеді? Сол маңдай терім қанша маған тиісті. Мен енді бәрін бер дегенмен өкімет бермейді ғой маған. Сонша бала шаға бар, сонша қатын қалды ол жерде. Маған қанша тиісті болады, соны маған берсін. Заң жүзінде сол үйдің үлесі сіздің қанша процентіңіз? Маған берілсін сол. Құрметті жаңағы осы кісінің балалары, ұлдары естіп тұрсаңыздар, адамгершілікке салынып, бұл біздің қазақ халқының өте ауыр тағдыры болғандықтан әкені ешқашанда біз қазақ халқы жылатпаған, ешкімнің алдында еңсесін түрткізбеген. Сондықтан да сіздердің мынау сатылған үйлеріңіздің үлесін әкелеріңізге заң жүзінде қанша үлесі бар, сол үлесін әкелеріңізге беруді сұраймыз. Немесе біздің Қазақстан Республикасының білікті мамандары, заңгерлері бұл кісіге қол ұшын беріп, осы мәселені шешіп, осы үйдің үлесін өндіріп берем дейтін кісілер болатын болса, сіздерге алғысымыз шексіз. Біздің Қазақстан Республикасының заңгерлері бізге көмекке келіп, осы мәселе шешуге көмектессеңіздер, осы ағамыздың өзінің үлесін өндіруге бар күшімізді салсақ. Енді сіз